Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Түркістан облысы Ордабасы ауданы Балтабай Нұрлыбеков атындағы жалпы орта мектебінің математика пәні мұғалімі Оралова Бағила. Мен бүгін сендерге қысқаша көбейту формуласының ішіндегі екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы тақырыбын өтпекпін. Оқу мақсаты сенің білетінің екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы формулалары. Сенің меңгеретінің екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы формулаларын қолдану. Бірінші, екі өрнектің қосындысының кубы. Екі өрнектің қосындысының кубы формуласының қалай шығатынын көріп алайық. А плюс В-ның кубы. А плюс В-ның кубын екі жақшаға жіктеп аламыз. Яғни А плюс В және А плюс В-ның квадраты. Біз екі өрнектің қосындысының квадраты формуласын білеміз. Осы формула арқылы екінші жақшаны ашып аламыз. Бізде бірінші жақшада А плюс В, екінші жақшада А квадрат плюс 2АВ плюс В квадрат. Енді екі жақшаны ашып, бірінші жақшаның әрбір мүшесін екінші жақшаның әрбір мүшесіне көбейтіп шығамыз. А-ны А квадратқа көбейтсек, А куб шығады. А-ны 2АВ-ға көбейтсек, 2А квадрат В шығады. А-ны В квадратқа көбейтсек, АВ квадрат шығады. Енді екінші мүшесін көбейтіп шығамыз. В-ны А квадратқа көбейтсек, В А квадрат шығады. В-ны 2АВ-ға көбейтсек, 2АВ квадрат шығады. В-ны В квадратқа көбейтсек, В куб шығады. Енді бұл жерде біз ықшамдап аламыз. А куб бізде біреу, тең А куб. А квадрат Б бізде екеу. 2А квадрат және БА квадрат бар. Қосқанда бізде 3А квадрат В шығады. АВ квадрат және 2АВ квадрат қосып 3АВ квадрат қосылған В куб шығады. Яғни ереже бойынша екі өрнектің қосындысының кубы бірінші өрнектің кубына плюс бірінші өрнектің квадраты мен екінші өрнектің 3 еселенген көбейтіндісіне плюс бірінші өрнек пен 3 еселенген екінші өрнектің квадратының көбейтіндісіне плюс екінші өрнектің кубына тең. Енді екі өрнектің айырмасының кубы бізде дәл солай шығады, тек қана бізде таңбалары өзгереді. Екі өрнектің айырмасының кубы бірінші өрнектің кубына минус бірінші өрнектің квадраты мен екінші өрнектің 3 еселенген көбейтіндісіне плюс бірінші өрнек пен 3 еселенген екінші өрнектің квадратының көбейтіндісіне минус екінші өрнектің кубына тең. Енді есептер шығарайық. Көп мүше түріне келтіріңдер. Бірінші есеп. А плюс В-ның 2 плюс А-ның кубы. Бірінші есеп. 2 плюс А-ның кубы тең. Бізде бірінші мүшеміз 2-ге, екінші мүшеміз А-ға тең. Бірінші формула бойынша бірінші мүшенің кубы, 2-ның кубы қосылған 3 еселенген бірінші мүшенің квадраты мен екінші мүшенің көбейтіндісіне тең. Яғни 3 көбейтілген 2 квадрат көбейтілген А. Плюс 3 еселенген бірінші мүше мен екінші мүшенің квадратының көбейтіндісіне тең. Яғни 3 көбейтілген 2 көбейтілген А квадрат плюс А куб екінші өрнектің кубына тең. Бізде 2-ның кубы 8-ге тең. Екіншісінде 2-ның квадрат 4-ге тең, оны 3-ке көбейтсек 12, 12А болады. 3-ке 2-ні көбейтсек 6, 6А квадрат, А куб өзі шығады. Келесі есептерді тура солай шығады. А плюс 2В-ның кубы. Бізде бірінші мүшеміз А-ға, екінші мүшеміз 2В-ға тең. Формула бойынша бірінші мүшенің кубы 3 еселенген бірінші мүшенің квадраты мен екінші мүшенің көбейтіндісіне плюс 3 еселенген бірінші мүше мен екінші мүшенің квадратына 3 көбейтілген А, бізде екінші мүше 2Б-ға тең. 2Б-ны квадраттап аламыз, плюс екінші мүшенің кубына 2Б-ның кубы. А куб плюс 3-ке 2-ні көбейтеміз
6а квадрат в-ға тең. Бізде 2v-ның квадраты 4v квадрат болады. 4-ті 3-ке көбейтеміз 12av квадрат. Және 2v-ның кубы 8v кубқа тең. Үшінші 2m минус 3n-ның кубы. 2m-ның кубы, яғни бірінші мүшенің кубы, минус 3 еселенген бірінші мүшенің квадраты мен екінші мүшенің көбейтіндісіне тең. Плюс 3 еселенген бірінші мүше мен екінші мүшенің квадратына минус екінші мүшенің кубына тең. Тең болады 2m-ның кубы, бізде 2-ның кубы 8-ге тең, m-ның кубы m куб, яғни 8m куб болады. Минус 2m квадраты квадратта боламыз, бізде 4n квадрат болады. 4-ті 3-ке көбейтеміз, 12, 12-ні 3-ке көбейтсек 36m квадрат n болады. Плюс 3-ті квадратта боламыз, 3-тің квадраты 9, 9 2-ке көбейтеміз, 18, 18 3-ке көбейтсек бізде 54 болады, m n-ның квадраты минус 3-тің квадраты бізде 27n кубқа тең болады. 3n-ның квадраты 27n куб. Келесі есеп көп мүшені екі өрнектің қосындысының немесе айырмасының кубы түрінде жазыңдар. Бірінші есеп x куб азайтылған 3x квадрат y плюс 3xy квадрат минус y куб тең. Бұл жерде бізде бірінші өрнектің орнында x куб тұр. Яғни бірінші өрнегіміз x-ға тең, екінші өрнегіміздің орнында y куб тұр. Демек, екінші өрнегіміз y-ға тең. Y кубтың алдында минус тұр. Бірінші өрнектің кубынан кейін де минус тұр. Демек, бізде x минус y-тың кубы. Екінші есеп 27 азайтылған 27b плюс 9b квадрат минус b куб. 27 бізде 3-тің кубы, яғни бірінші мүшеміз 3-ке тең, минус b кубымыз бізде b-ның кубы, демек екінші мүшеміз b-ға тең. 3 минус b-ның кубы. Келесі есеп 125x куб азайтылған 225x квадрат y плюс 125xy квадрат минус 27y куб. Бізде 125x кубымыз 5x-тің кубына тең, ал 27y кубымыз 3y-тің кубына тең. Демек, мұнда бізде бірінші мүшеміз 5x-ға, екінші мүшеміз 3y-ға тең. Формула бойынша мына екі жерде минус болған үшін бізде минус 5x минус 3y-тің кубы. Төртінші есеп 8a куб плюс 36a квадрат плюс 54a плюс 27. 8a кубымыз бізде 2a-ның кубына тең, 27 3-тің кубына тең. Демек, бізде бірінші мүшеміз 2a-ға, екінші мүшеміз 3-ке тең. Мына жерде барлығында плюс болғандықтан плюс болады, 2a плюс 3-тің кубына тең. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.